Сәлеметсіздер достар, әңгімені соңына дейін тыңдап, лүпіл басып, қолдап отырыңыздар. Бәйдібек би. Бәйдібек Қарашаұлы 1356-1419 жылдары ғұмыр кешкен қазақтың атақты биі әрі батыры хан да болған. Әкесі Қарашада, бабалары Бабыралы, Майқы, Төби, Кейкі, Бақтияр бәрі өз заманда би, әулие, абыз, батыр болып өткен. Бәйдібек Атышулы Ақсақ Темірмен замандас, тұстас, қызметтес болған. Өзінің жақын туысы қазақтың дала философы Асан Қайғы алып кеткен дана жырау Асан Сәбитұлымен сырлас, мұңдасты. Ол Ташкент шаһарында туған. Жаугершілік кезінде 3 жасынан әке-шешеден жетім қалады. Ағайындарының қолында жүріп, есейе келе үйсін Шынтас деген байдың жылқысын бағады. Тәжірибелі жылқышы, ат бапкері, мерген, сайыскер, көкпаршы, дотабаздардан әбжілдік, батырлық дәстүрді үйренеді. Бір күні өзі бағып жүрген үйір-үйір жылқыдан 40 шақты қысырақ ауа жайылып жоғалып кетеді. Шынтас бай қаһарланып, сол жоғалған жылқыны таппай қайтпа дейді. Жылқышы бала сонымен 40 қысырақтың үйірін іздеп кетеді. Қаратау шатқалдарын шолады, кездескен адамдардан, ауылдардан сұрайды. Ешкім көрдім білдім демейді. Мойынқұм жағына өтіп, шөл даланы кезеді. Күндер өте береді. Бала шөліркейді, аты болдырады. Бір сексеуілдің түбіне түсіп, атын шалдырады. Өзі жан қалтасында қалған 5 малта құртты қаужайды. Кеш батып қараңғылық түседі. Балада ұйқы жоқ, елегізейді. Әр тараптан пыр етіп ұшқан жапалақтың, уілдеген үкінің үні естіледі. Алыстан дала бөрісінің ұлығаны, одан беріректе қарсақ, қорқау қасқырдың шақылдап таласқаны құлағына келеді. Бала қорқа бастайды. Амал қанша, ол сексеуілден таяқ сындырып алады. Төңіректен тас жинайды. Егер қасқыр, қарсақ жақындаса, от жақсам бекен деп қураған сексеуіл жинайды. Аты болса төңіректеп жайылып жүреді. Сөйтіп отырып, бала сексеуілдің түбінде қалғып кетеді. Түс көреді. Түсінде ақ киімді, ақ сақалды қария оған келіп: балам, тарықпа, қамықпа. Алатауға бет алып жүре берсең, Шу өзенінің бойынан жылқыңды табасың. Ал жолың болсын. Ай перен 40 шілтен шылауыңнан демесін. Тілеген мұратыңа жет. Әумин. Бала да әумин деп қолын жоғары көтере бергенде оянып кетеді. Қараса түс екен. Қарияларша я аруақ қолдай көр деп ұшып түрегеледі. Жайылып жүрген атына барып, ауыздығын салып ниетте күншығысқа қарай жүре береді. Ат үстінде ойланып келеді. Көрген түсін өзінше жориды. Кеше Қаратаудың теріскей жотасындағы жылы бұлақ басына жетіп, қарт қойшының үйіне барғанда, әлгі қойшы: анау тұрған жылы бұлақ басындағы сағанада бабай түкті шашты әзіз әулие жатыр. Өзің жетім бала екенсің. Басына барып дұға оқып садақаңды беріп қайт. Жүр, мен ертіп барайын деген. Екеуі сағанаға барып тізе бүккен. Қарт қойшы құлқуаланы 3 қайырып бата қылған. Бәйдібек бала орамалының шетіне түйіп, бой тұмардай сақтап жүрген 7 теңгесін Құдай садақа етіп сағананың есігінен тастаған. Сөйтіп екеуі бабай түкті шашты әзіз әулие қолдай көр деп қайтқан. Мидай далада құмды кешіп келе жатқан Бәйдібектің ойына осы жайлар оралады. Түсімде мені жебеп жүрген ақ киімді, ақ сақалды кісі сол бабай түкті шашты әзіз әулие екен ғой. Я бабам, жарылқай көр деді де ол атын қамшылай түсті. Күн жүрді, түн жүрді. Ертеңіне ол Шу бойына жетті. Қалың қамыс арасынан жылқысын тауып айдап шықты. Еліне жетті. Жылқысын көргенде Шынтас бай әйелі ұл тапқандай қуанды. Бәйдібек баланың арқасынан қағып: жарайсың балам, жоғалған табылды, етек жабылды. Біз сенен қорқып отыр едік, қолды болды ма деп. Әйтеуір жылқы да өзің де аман келдің деп оған риза бопты. Қоян жылы қыс қатты болып мал жұтай бастайды. Шынтас бай не істерін білмей сасады. Бұл кезде Бәйдібек 15 жасқа толған еді. Ол күн-түн жылқы ішінде жүреді. Шынтас жылқышыларына барады. Жылқысын аралап көреді.
үйір-үйір жылқылары Қаратаудың бөктерінде қалың қарды тебіндеп қара жусанға жайылып жатады. Қартаңдары арықтап, жылқысының мазасы кетіп қалғанын көреді. Әлі алда 3 ай қыс бар, қалай болар екен? Мыңғырған жылқыдан жұрдай болып құрық ұстап қаламыз ба? Кәне, не ақылдарың бар деп жылқышыларына сөз салады. Жылқышы шал айтады: жылқыңызды Ташкент, Түркістан базарына айдатып сатыңыз, ақшасын жамбасқа басыңыз. Келесі жылы қайтадан жылқы сатып алып, орнын толтыра саласыз. Әлсейіт деген ортаншы жылқышы айтады: жылқыңызды әр үйге 5-тен 10-нан бөліп беріңіз, олар өз малындай қарап аман алып шығар дейді. Байеке, егер маған тапсырсаңыз, дейді бала жылқышы Бәйдібек, жылқыңызды түгелдей Мойынқұмға қыстатып шығар едім. Ана жылы жоғалған 40 қысырақты іздеп, Мойынқұм жайлауын түгелдей аралап шықтым. Сонда малын қыстатып жүрген жылқышы, түйеші, қойшылар өзге жерде мал жұтаса да, бұл Мойынқұмда мал жұтамайды. Жел деген болмайды. Қар жұқа түседі. Мойынқұмның жусаны, изені, шеттігі, жыңғылы, сексеуілі, шеңгелі қанша мал жайылса да жетеді деп отырған. Шынтасбай Бәйдібек сөзін құптап былай депті: Бәйдібек балам, мен саған сенемін, сенің тегін емес екеніңді білемін. Жылқымды талай рет барымташыдан, бораннан аман сақтап жүргеніңді қалай ұмытайын? Ал ықтияр өзіңде, саған ерік бердім дейді. Сонымен Шынтасбайдың 1500 жылқысын 3-ке бөліп, 10 шақты жігіт Мойынқұм жайлауына қарай айдайды. Сөйтіп, құмның ең ұйықты шұрайлы жерін жайлайды. Бірер күннен кейін сол өңірді билеп отырған Арыстан би оларға бір жігітін жұмсапты. Барып келші, қара құрымдай қаптап жатқан кімнің жылқысы екен? Жігіт барып Шынтастың жылқышыларына жолықса, Бәйдібек: ол биге мен барып сәлем берейін, ауа келген жағдайымызды түсіндірейін дейді. Арыстан бидің қыстауы Қаратаудың күнгей бетіндегі Қызыларық бойында екен. Бәйдібек кештетіп Арыстан бидің үйіне барады. Төрде отырған жасы 80-дерге жетіп қалған ақсақалды биге барып сәлем береді. Қай ауылдың баласысың? Үйсін, Қараша бидің баласымын. Жарықтық, Қараша бидің де. Онда бізге туысқан болдың ғой? Әкеңді білемін. Жас кезімде алдына барып қолынан талай дәм татқамын, талай ақыл кеңесін тыңдағамын. Ал бұл жылқы кімдікі балам? Шынтасбайдікі. Мен сол байдың жылқышысымын. Биыл елімізде қыс қатты, жұт болатын түрі бар. Содан ығып, Мойынқұмды паналап, қыстап шығуға келіп едік. Шырағым, бір атаның баласы екенбіз. Жер нәсібі, ел нәсібі, ел нәсібі, ер нәсібі. Жер мен малдың кіндігі бір деген ары тұр демей ақ қояйын. Жер менікі емес, Құдайдікі. Құдайдың жері бәрімізге жетеді. Еркін жайлап қыстап шығыңдар. Ауыл мынау, келіп тұрарсыңдар. Арыстан атаның бұл сөзі Бәйдібек баланың көңілін жадыратты. Бағана жолда келе жатқанда, би қабыл көрсе дұрыс, қабыл көрмей қайтыңдар десе қайтеміз деген ой күдігінің бәрін жуып шайып жіберді. Дастархан жайылды. Буы бұрқыраған дәу табақ ет келді. Бәр дәмге қол созды. Ас үстінде де, одан соңғы келген шай үстінде де би атаның әңгімесі таусылар емес. Бірінен бірі өтеді, тек тыңдай бер. Кішкентайынан әңгіме, жырға, шешен тапқыр сөзге құмар Бәйдібек баланың құлағы Арыстан атасында. Тіптен елігіп, бар ынтасымен үйіп қапты. Ел әбден жатар уақытта басында ақ кимешегі бар, бес биенің сабасында бидің бәйбішесі, қасында шай құйып отырған қызына: қонақ болаға төргі үйге төсек салып қойдағы, өзің менің қасымда жат. Мына белі құрғырымды уқалап бер деді. Бәйдібек әңгімеге есі шығып келгелі бері бәйбіше қызын жөнді байқамапты. Енді назарын салып еді, екі көзі танадай жалт-жұлт еткен, сұлуша бүйрек мұрын сары қыз келбетті екен. Тесіле қарап қалған жігітке тана көзін бір жарық еткізді де, күлімсіреген күйі орнынан тұрып, шешесінің айтқанын орындауға кетті. Бәйдібек ішінен келгелі бері бұл қызға неге көңіл аудармадым екен деді. Сонымен қыс күні біртіндеп өтіп жатады.
Бәйдібек өзінің жылқышы ағалары мен бай жылқысын бағып Мойынқұмды жайлап жүре береді. Көңілінде тана көз сары қызға деген махаббат құштарлығы тұтанады. Енді ауа жайылған жылқыны іздеген болып, кейде қашқан қасқыр, түлкіні үндеткен болып, Арыстан би ауылына барғыштай береді. Түстеніп, қона жатып, би айтқан қызықты аңыз шежіре әңгімелерді тыңдайды. Оңашасын тауып, сары қызбен сырласады. Қыздың аты Гүлжамал еді. Оны әке-шешесі, аға жеңгелер еркелетіп, сары қыз дейді екен. Бәйдібектің сары қызбен көңілдес, бір-бірін ұнатып, сырласып жүргенін шешесі де, әкесі де сезеді. Бірақ шеккі көрмейді. Қайта жиірек кездесіп, бір-біріне үйір бола бергенін қалайды. Әсіресе жеңгелері көп дәнекерші болады. Бір күні Арыстан би: «Балам, саған ықыласым түсті. Еліңде құда түсіп сөз сөйлерің бар ма? Ондай жанашыр әке-шеше менде жоқ. Өзімен-ақ сөйлесе беріңіз. Ендеше сары қыз екеуіңе отау тігіп берейін. Осында қалсаң қайтеді?» «Ақсақал, отау дегеніңіз жөн, бірақ мұнда қала алмаймын ғой. Жетім болғаныммен, менде де ел бар, жұрт бар, ауылға барайын. Ағайын туыспен ақылдасайын. Көп кешікпей қайтып айналып соғайын». «Жарайды, мұның да жөн екен». Арыстан би мен Бәйдібек баланың алғашқы келісімі осы болады. Наурыз айы жақындап, қыстың ызғары қайта бастайды. Жылқышылар жылқысын еліне беттетіп айдай жаяды. Бірнеше күн дегенде олар еліне жетеді. Шынтасбай жылқысының мұрты бұзылмай аман есен оралғанына қатты қуанады. Жылқышылар Мойынқұм жайлауын қыстап шыққанын, ол елдің Арыстан деген биінің көрсеткен аталық қамқорлығын, тіптен Бәйдібекке жалғыз қызын бермек болғанын жырдай қылып баян етеді. Сонда Шынтасбайдың Бәйдібекке шын мейірімі түсіпті. «Бәйдібек балам, түсіндім, бәрі сенің арқаң. Жайлы өріс тауып, жылқымның тай тұяғына дейін сондай қаһарлы қыстан аман қалғаны тек сенің ақылың. Сен есік алдында жүрген құлым едің, енді ақылды ұлым болдың. Қасыңа бір қария, 10 жігіт қосып, алдыңа 100 жылқы салып берейін. Арыстан биге бардағы қалыңдығыңды алып қайт». Осылайша Бәйдібек Арыстан бидің еліне барады. Би елі тайлы тұяғымен жайылып, сары қыздың ұзату тойын жасайды. Ақындар айтысы, бәйге, қыз қуу, күрес, жамбату дейсің бе, барлық салт дәстүр өтеді. Сөйтіп, сары қыз жасау жабдығы бәсіре төлі мен келін болып түседі. Шынтасбай да Арыстан биден қалмаймын деп барын салып той өткізеді. Беташар, жар-жар жырланады. Бәйге, көкпар беріледі. Ел жұрты Бәйдібек пен Гүлжамалға ақ отау тігіп енші береді. Бәйдібек өзінің ақылды, тапқырлығы арқасында жалшылықтан, жоқшылықтан құтылып, ел қатарына қосылады. Көп кешікпей елі оны би етіп сайлап алады. Гүлжамалдан Байтоқты деген ұл, Алтын деген қыз туады. Байтоқты 18 жасында кедей жұртының Ұшан деген қызына үйленеді. Келесі жылдың көктемінде таудың қуысында отырған 5-6 үйді мал жаны мен бір түнде таудың тасқын суы алып кетеді. Солармен бірге Байтоқты да үй мүлкімен опат болады. Соның алдында ғана төркініне кеткен Ұшан аман қалады. Төркінінде жүріп, Ұшан ұл табады. Оның атын Мырзағазы қояды. Еліне келген соң Ұшан қайтыс болып, 1 жасқа толмаған баласы жетім қалады. Жас нәрестені Байтоқтының қарындасы Алтын ақ ешкінің сүтін беріп асырап алады. Құдайдың берген сыйлығы деп оны сыйлық сары қояды. Келе-келе ел оны Сарүйсін атап кетеді. Сарүйсіннен Қалша Жақып туады. Бір шежіреде Қалша Жақыпты Сары бәйбішенің қызы Алтыннан туған деп көрсетілген. Ол дұрыс емес. Қазақ қыздан туған жиенді шежіреге қоспайды. Гүлжамал Сары бәйбіше Байтоқты мен Алтыннан кейін 9 ұл туыпты. Олардың барлығы әкесі Бәйдібекке ұқсап, шетінен батыр, палуан болып өседі. Қалша Жақыптан Танай, Жанай, Жаулан, Тоқаш Бокиннің арғы аталары.
есім, малай, баба, сүргінкел, көксерке, қайқы, софы, солтанқұл ұрпақтары тарайды. Қазірде Бәйдібек бидің Сары бәйбішесінен өрбіген Сарыүйсін әулетінің дені Алматы облысының Балқаш, Күрті, Жамбыл аудандарында тұрады. Жалғасы бар. Бәйдібек би. Жалғасы. Бәйдібек бидің екінші әйелі Зәріптен Жалманбет туады. Ол да әкесі сияқты насат батыр боп өседі. Жалманбеттің бірінші әйелі Қызыл бидің шын аты Мәлдеби қызы Жұпар еді. Ол да жасында еркек шора боп өскен ер мінезді ана екен. Тұңғышы шапыраштыға жүкті боларында жолбарыстың жүрегіне жерік бопты. Бұл жөнінде ел арасында мынадай аңыз таралған. Бәйдібек би бір топ жігітімен аңға шығады. Өзен жағалап келе жатса, қалың қамыс арасынан бір жолбарыс кездесе кетеді. Бәйдібек жігіттеріне: "Садақ тартпаңдар, тірідей ұстайық" дейді. "Биек-ау, өзі арлан екен, тірідей қалай ұстаймыз?" деп шу ете қалады. "Бәрің шылбырларыңды шешіп жалғастырып маған беріңдер, ар жағын өзім білемін." Жігіттер 10 шақты шылбырды жалғастырып Бәйдібекке береді. Ол қыл тұзақ жасап алады да атылғалы жатқан жолбарысқа жақындайды. Жолбарыс айбат шегіп оған атыла бергенде қыл тұзақты дәл мойнына лақтырып сүйрете жөнейді. Мойнына қыл тұзақ түскен жолбарыс олай-бұлай бұлқынамын деп өзінен өзі буына береді. Бәйдібек батырдың қарулы қолына шыдас бермей жолбарыстың төрт аяғы серең етіп сұлап түседі. Бәйдібек қасындағы Қаумен деген палуан жігітіне: "Атыңның артына бөктеріп ала сал" дейді. Олар бір ауылдың тұсынан өте бергенде ақ жаулығын желбіреткен бір әйел әлгілердің артынан тұра жүгіреді. Бәйдібектер бір жұмысы бар шығар деп ат басын тежейді. Алқынып, аптығып әйел де жетеді, сәлемдеседі. "Жолбарыстың жүрегі керек еді, оны не қыласыз?" дейді Қаумен. "Ай, Қаумен-ай" дейді Бәйдібек. "Сонда түсінбей тұрсың ба? Бұл кісі жолбарыстың жүрегіне жерік екен. Дереу аттан түсе қалда жолбарысты сойып, жүрегін алып бер." Қаумен палуан бәрі аттан түседі. Жолбарысты жерге сылқ еткізіп түсіреді. Қаумен соя бастайды. Жігіттер әйелден жөн сұрайды. "Кімнің жұрағатысыз?" "Қызыл бидің." "Атыңыз кім?" "Тәуіркөз." Қаумен әне міне дегенше жолбарысты сойып, жүрегін өкпе бауырымен суырып алып әйелге береді. Қызыл шырайлы әйел қуанып кете барады. Қаумен жолбарыстың терісін сыпырып алады да артына бөктереді. Бәрі ілгері жүріп кетеді. Келер жылы Бәйдібек сыртынан сұрастырып білсе, Қызыл бидің сол әйелі қыз туып, оның атын Жұпар қойыпты. Содан арада 15 жыл өтеді. Бәйдібек Қызыл биге барып: "Құда түскелі келдім, қызыңды менің ортаншы балам Жалманбетке атастырайық" дейді. Қызыл би бұған көнбейді. Бәйдібек Түркістан сұлтаны Қалдаршаға барады. Қалдарша: "Қыз көп қой, неге соның қызына құмар болдыңыз? Оның себебі не?" деп сұрайды. Бәйдібек: "Мен осыдан 15 жыл бұрын Қызыл бидің әйелі Тәуіркөздің жерігін басып едім. Ол Құдай алдында маған қарыздар, оның қызы маған келін болуға тиісті." Қалдарша сұлтан Қызыл бидің үйіне түседі. Мән жайды түсіндіреді. "Би, бәйбішемен қызынан сұрап көріңіз. Егер олар көнсе, менде қарсылық жоқ." Сұлтан Жұпар қызды шақырып сұрайды. Қыз: "Шешемнен сұраңыз" деп төмен қарайды. Сонда Тәуіркөз бәйбіше барлық сырды былайша ақтарыпты: "Жолбарыстың жүрегіне жерік болдым. Отағасы үйде жоқ еді. Билік жұмысымен ел аралап кеткен болатын. Жерігім басылмай жүргенде ауыл сыртынан 5-6 аңшы өтіп бара жатты. Біреу жолбарысты артына бөктеріп алыпты. Көзім қызып кетті. Мыналарды Құдай айдап кездестірген шығар деп дереу артынан жүгірдім. Олар тоқтады. Мен жолбарыстың жүрегі керек екенін айттым. Бәйдібек батыр мені айтпай түсінді. Жігітіне айтып, жолбарыстың жүрегін алып бергізді. Үйге келіп жүректі жарып жіберіп шоққа аунатып жедім. Қара суға түсіп терледім, жерігім басылды. Содан Жұпар жанымды тудым. Мен ол кісіге қарыздармын." Сөйтіп бұл істің түйіні осылай шешіліп, Жұпар қыз Бәйдібектің үйіне келін боп түседі. Жұпар жолбарыс мінезді, өзі белді, мықты келін боп өседі. Оны Алапаш жолбарысқа ұқсаған келін деп кейін Мапырашты атап кетеді.
Мапырашты Бәйдібек батыр үйін келе сала еңсеріп игеріп кетеді. Қысы жазы малға да қарайды. Боранды күндері кәдімгі қарулы палуан жігіттермен бірге қимылдап, атасының ойынан шығып жүреді. Кешікпей Мапырашты Досымбет деген ұл туады. Оның көзі бір-біріне атасып, шапыраштанып туған соң ел Шапырашты атап кетеді. Шапырашты да өсе келе әкесі Жалманбет, атасы Бәйдібек, анасы Мапыраштыға ұқсап Насат батыр болып ер жетеді. Қазақ шежіресінде Шапыраштыдан Есқожа, Асыл, Айқым, Екей, Еміл, Шыбыл ұрпақтарын таратады. Жазушы Балғабек Қыдырбекұлы Алатау романында Шапыраштыдан Ыстық, Асыл, Ыстықта Малды, Желді, Қалды, Малдыдан Екей, Еміл, Екейдің бәйбішесінен Жерімбет, Бейімбет, Тоқалынан Әнет, Жиет, Емілден Жайық, Алсайдан Көшек батыр, Қойшыманнан Есқожа, одан Қарасай батыр, Желдіден Шыбыл, Асылдан Әжіке, Орынбет Төке, Төлеміс, Төлемістен Құттымбет, одан Наурызбай батыр боп келеді. Жалманбет батырдың екінші әйелі Қарашаш сұлу Мапыраштан аның сіңілісі екен. Мапыраш қайтыс боларының алдында күйеуі Жалманбетті шақырып алып айтыпты: «Мен өлген соң басқа елден келіншек аларсың. Ол менің артта қалған балаларымды түрткілеп, өгейсітер, сөйтіп отбасының берекесін кетірер. Мені сыйлап тілімді алсаң, былай етерсің. Менің сіңілім Қарашашта бой жетіп қалды. Сен соны ал. Ол біздің балаларымызды өгейсітпейді, бауырына тартып менен бетер бағып қағады». Келіннің бұл өсиетін атасы Бәйдібек те, оның әйелдері де құптайды. Жалманбет өзінің сүйікті жары Мапыраштының өсиетін бұлжытпай орындайды. 14 жасар Қарашашты айттырып алады. Қарашаш сұлу, әрі салдарлы, сабырлы, ақылды болыпты. Оның өзгелерден бір өзгешілігі үнемі өн бойын таза ұстап, иіс сабынмен жуынып, шайынып, қолы бетіне иісті әтір жағып, сыланып, сыйпанып, үстіне қонымды таза асыл киімдер киіп, сән салтанатпен кербез жүреді екен. Оның бұл әдет дәстүрі келе-келе ауылдың қыз келіншектеріне үлгі-өнеге болып таралыпты. Қариялар, абысын ажындар Қарашашты сыланды келін, иісті келін деп атаған екен. Одан өсіп өнген ұрпақтарды сыланды балалары, иісті балалары, кейін иісті, ысты қысқаша атап кетеді. Шежіреде ысты руының аталуын сыланды ананың месті ұстап, баптап, қымыз аштуынан солай аталып кетіпті деп көрсетілген. Әсте алғашқысы дұрыс болар. Сол Қарашаш сыланды анадан, ысты шын аты Нұртай, ошақты шын аты Қырбай балалары тарайды. Нұртай 16 жасында жауға қарсы ат қойып, жау таралап шауып, жеңіп шыққан. Содан Жауатар батыр аталып кеткен. Жауатардан, ыстыдан Қосмағамбет, Досмағамбет, Сыдық тарайды. Бәйдібек атасы осы немерелеріне еншіл өстіргенде Қосмағамбетке ойық, Досмағамбетке тілік, Сыдыққа сызық ен салып береді. Содан олар ойық, тілік, Сыдық аталып кетеді. Ойықтан, яғни Қосмағамбеттен Зорбай, Қызылқұрт, Көкшекөз, Сәтек тарайды. Тіліктен, Досмағамбеттен Мырза, Аққойлы, Қарақойлы, Ақментай, Сүлегетай балалары тарайды. Ал Ошақтыдан, Қырбайдан Байлы, Аталық, Қоңыр, Тасжүрек ұрпақтары шығады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лүпіл басып, пікір жазып, қолдап отырыңыздар.